Сәлем достар, бүгін мен сіздермен еті өте жұмсақ болып пісетін үй жағдайындағы қуырдақпен бөлісетін боламын. Қызып тұрған қазанымызға өз қалауымызша етті салып, еттің өз сөліне 15-20 минут бұқтырып қоямыз. Кейін туралған пиязымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, еттің өзінің сөліне 5 минут бойы қуырып аламыз. Және қуырдақтың толық құрамын осы видеоның астына жазып кететін боламын, сол жерден қарасаңыздар болады. Дәміне қарай тұзымызды салып, қара бұрышымызды салып, араластырып аламыз. Кейін үстіне ұсақтап туралған сәбізімізді салып, 7-10 минутқа бұқтырып қуырып аламыз. Кез келген көкөніс түрін пайдалансаңыз болады. Мен үйдегі бар көкөніс түрлерін пайдаландым. Келесі болгар бұрышын салып, көбіктап туралған картоплымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін үстінен жарты қасық тамақ пастасын салып, араластырып, қайнаған ыстық судан 1 стакан құйып, 30-35 минутқа бұқтырып қоямыз. Үй жағдайындағы қуырдағымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Еті өте жұмсақ болып пісті. Рецепт ұнаса каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.